Ой, кешір. Бұны жүзеге асыру үшін Спайк ең алдымен... Спайк, сиқырды жүзеге асыру үшін өте мұқият болу керек. Басқа амал жоқ. Қолымнан келмей жатыр. Қараш! Мән берме. Ол біздің Пинки Пай ғой. Бүгін ол ұлы Пинки Пай. Пинки Пай, өтінемін айтшы, сен не істеп жатырсың? Бұл менің құйрығым. Тики-тики-та. Бұл нені білдіретінін білесің бе? Шынымды айтсам, Пинки, түк түсінсем бұйырмасын. Мен бәрін сезем. Жақын арада бір нәрсе құлап кетуі мүмкін. Байқаңдар, тығылыңдар. Пинки, бірақ жауын жаумайтын шығар, аспанда бір бұлт та жоқ. Ол жұмсақ жерге түстім деп ойлап тұр. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Шын жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Көріп кел, Пинки. 15-ші бөлім. Мені кешірші. Не болып жатыр, Twilight Sparkle? Тоған толып кетіпті. Бұған шыдай алмадым. Бақалар бірінің үстіне бірі шығып жатыр. Сол себепті бақалардың біразын Фрагибаттон батпағына апаруды жөн көрдім. Әрине, түсінем. Кездескенше. Twilight, бетіңде бірдеңе тұр. Қарашы. Рас па? Сен мұны да сезіп тұрсың ба? Айтшы. Жоқ, әншейін көріп қалдым. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кеттік, Спайк. Сабағымызды тыныштау жерде жалғастырайық. Мәссаған, керемет болды. Пинки Пай бір нәрсе құлайды деп еді, дәл солай болды. Ту, қойшы. Ол жай ғана бір нәрсе құлайды деді. Болды. Аспаннан байқамай бақа құлап түсті. Жай ғана сәйкестік. Басқа түк те емес. Құйрығым. Тики-тики-та. Сәлден соң бірдеңе құлайды. Пинки, жетер енді. Енді ештеңе құламай. Мәссаған, Twilight құлап қалды. Оған көмектесуге бола ма? Дұрыс болды. Құйрығым дірілдеуін қойды. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Керемет болды. Доғарш, өтінем. Twilight, шұңқырда не істеп отырсың? Осылай болатынын Пинки Пай айтқан еді. Жоқ, Спайк, шын мәнінде олай емес. Қатарынан екі сәйкестік болу мүмкін емес. Бірақ мен осыған сенем, бірақ оның көріп кел құйрығына емес. Көріп кел құйрық, көріп кел Пинки. Алаң болма. Болжамдар орындалып қойған. Жоқ, тоқтай тұр. Сен де бұл ессіздікке сенбейтін шығарсың. Түсінем, бұл ақылға қонымсыз. Бірақ Панивилияда көптен тұратын понилер білет. Пинкидің құйрығы дірілдеген кезде оның айтқанын тыңдау керек. Құлағым дірілдеп жатыр. Құлағым көміп жатыр. Бұл нені білдіреді? Біреу суға түседі. Не? Суға түсе ме? Бұл болжамың 1 минуттың ішінде орындалатын шығар. Әдетте бұл бұлай болады. Менде әртүрлі сезім болады. Әрқайсысы әр нәрсені білдіреді. Мәселен, арқан қышыса, күн сәтті өтеді. Ал егер тізем дірілдесе, жағымсыз оқиға болады. Қазір тізең дірілдеп тұр ма? Жоқ, иығым қышып жатыр. Демек, ваннада қолтырауын отыр. Онда неге тізең дірілдеген жоқ? Бұл жағымсыз ғана емес, өте қауіпті болжам. Олай емес, құрбым. Бұл қолға үйретілген қолтырауын Гамми. Оның тісі жоқ, көрдің бе? Жақсы, түсіндім. Жақсы, сонда да мен болжамдарға сенбеймін, Пинки. Бұның бәрі ойдан шығарылған. Неге сенбейсің? Сен сиқыршысың ғой, бәрібір емес пе? Бәрібір емес. Біріншіден, сиқырды үйреніп, жаттығу керек. Сиқыр мен жасаған жағдайда ғана жүзеге асады. Және сиқырымның көмегімен не істегелі жатқанымды жақсы білем. Сенікі мүлде дұрыс емес, Twilight. Кейде менде бір мезетте бірнеше сезім болады. Оның бәрі болашақты болжайды. Мен мұны ансамбль деп атаймын.
Ансамбль деймісің? Білесің бе, құлағым қозғалып, тізем дірілдеп, көзім тартады. Бұл аспанда әдемі кемпір қосақтың пайда болатынын білдіреді. Иә, әрине. Ансамбль келетінін сезіп тұрмын. Құлағым қозғалып, көзім тартып, тізем дірілдей бастады. Бұл кемпір қосақтың пайда болатынын білдіреді деп едің ғой. Жоқ. Бұл кезде алдымен құлағым қозғалып, тізем дірілдеп, сосын көзім тартуы тиіс. Ал қазір бәрі мүлде керісінше болды. Бұл әдетте есікті абайлап аш дегенді білдіреді. Халің жақсы ма? Мен бұған сенбеймін. Сен түсінбеген соң сенбейсің. Жақсы. Келесі жолы саған бірдеңе болса, ғылыми түсініктеме аламыз. Жарайды, келістік. Ештеңе болмады ма? Болған жоқ. Ал ендеше, ештеңе болмады ма? Тоқтай тұр. Жоқ. Мазақтап отырсың ба? Сен күні бойы әртүрлі оқиғаға тап болдың. Ал енді менде бәрі дайын тұрған кезде ештеңе сезбей отырсың. Бұл ырқыма көнетін нәрсе емес. Мұның еш мәнісі жоқ. Кейде түсіндіру мүмкін болмаса да, бір нәрсеге сену керек. Мен түсіндіре алмайтын нәрсеге сен алмаймын. Ұқтың ба? Тоқтай тұр. Бірдеңе сезіп отырмын. Мәссаған, не? Ол не? Шегім шарылдап кетті. Әдетте бұл қарным ашқанын білдіреді. Түсіндірмей-ақ қой. Білесің бе? Бәрін ойыңнан шығаршы. Бұл рас болса да, өтірік болса да, ештеңе білгім келмейді. Жарайды, жақсы. Жоқ. Пинки, Туалайтты көрдің бе? Туалайт, мұнда не істеп тұрсың? Мұны екеуің ойлап таптыңдар ма? Нені айтасың? Күлкілі екен. Бұлай болуы мүмкін емес. Мұның бәрі ақылға қонымсыз. Мен бәрін анықтауым керек. Туалайт? Айтшы, Спайк, мен аңдығаныңды қашан қоясың, Кешір, бірақ... Не ғой, сен де аңдып жүрген жоқсың ба? Жоқ! Мен ғылыми зерттеу жүргізіп жатырмын. Мен Пенкиус Пайус деген атпен белгілі Пенки Пайды бақылап жүрмін. Мен мақсатыма жетем. Пенкиус, кім дедің? Оның ансамбль деп аталған болжама ақылға қонбай, түсінесің бе? Мен оны анықтаймын. Сондықтан тыныш. Кеттік, ол келе жатыр. Мұрнын қасып тұр. Аха, өте күлкілі. Ол аспаннан бірдеңе құлайды деп жасырынып қалды. Бірақ оның мұрны қышып тұр. Алайда құйрығы дірілдеген кезде аспаннан бірдеңе құлайды деген. Бұл мынаны дәлелдеуі мүмкін. Спайк, сен қайда барасың? Мен саған ғылыми зерттеуді түсіндіріп жатырмын ғой. Ой! Гүлдерді иіскеп тұр. Қызық, сонда ол қазір не істеп жатыр? Гүлдердің иісі жақсы шығар. Тоқтай тұр. Мен түсіне бастадым. Құлағы қимылдады, көзі тартты. Тоқтай тұр, сен жаңа ғана сақтан есік ашылады деген болжам айттың. Сен шынымен де бұған сенесің бе? Қара, міне, мен саған қорықпау керек екен дәлелдеймін. Көрдің бе? Ешқандай жамандық болмайды. Туайлайт, менің алма сақтайтын жаңа қоймамды көруге келдің бе? Қандай керемет!
Twilight не боп қалды? Кел, саған көмектесейін. Болды. Жазып ал. Құйрығы дірілдей бастады. Құйрығы дірілдей бастады ма? Құйрығы дірілдей бастады. Тыныш, Спайк. Пинки осында екенімізді білмеу керек. Бір нәрсе құлайды. Сақтаныңдар. О, Спайк, жетер енді. Оның тым артық. Ай! Сәлем, Эпплджек. Не істеп жүрсің? Алмаларды жаңа қоймама тасып жатырмын. Ал сен, Пинки, не істеп жүрсің? Твайлайт мен аңдып жүр. Байқамағансың танытып Сен жүрмін. әу бастан-ақ бәрін білдің бе? Неге маған айтпадың? Күлкімді келтірмеш. Айтып қойсам құпия болмайды ғой. Құйрығы дірілдеп тұр ма? Ештеңе етпейді. Мен білсем, ештеңе де болған жоқ. Мәссаған, бұл нені білдіреді? Білмеймін, бұрын бұлай болған емес. Бірақ не болса да өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Біз күтпеген бір жағдай болатын секілді. Және бұл Фрогиботтың батпағында болады. Флаттершай сонда кетіп барады. Рас па? Оған не болды екен? Мен білмеймін. Ештеңе болмағанына көз жеткізуіміз керек. Сабыр етіңдер, понилер. Біз тек Пинки Пайдың көріпкелдігі ұстағанын ғана білеміз. Басқа ештеңе. Ей, сен мұндай нәрселерге сенбеуші едің ғой. Сенбеймін. Ештеңе болмағанын көрген кезде Пинкидің қандай күйге түсетінін көргім келеді. Келістік. Тоңып тұрсың ба? Күртемді берейін бе? Жоқ, рахмет. Тоңған жоқпын. Сонда Флаттершайға не болуы мүмкін? Ештеңе бола қоймас. Білем ғой, бірақ сен қалай ойлайсың? Ештеңе ойламауға тырысам. Мен де. Бірақ оны ойламау мүмкін емес. Егер жарылып кетсе ше? Жарылып кете ме? Өз-өзінен? Иә, бұлай. Бум! Вау! Білем. Егер ол жарылып, сосын тағы жарылып кетсеші? Ал сен сөйте аласың ба? Екі рет жарыла аласың ба? Жоқ, әрине. Ол жарылып, сосын тағы жарылатын болса, сосын білесің бе? Екеуің де қойыңдар. Оған ештеңе болған жоқ, оны анық білем. Сенікі жөн шығар, Флаттершай аман болса екен. Қара, бұл Фрогипоттың батпағы. Флаттершай! Флаттершай! Флаттершай, аман екенсің ғой. Әрине. Жақсы болды ғой. Саған ештеңе болмағанына қуанып тұрмын. Кешір, бұлай дегенім жөнсіз, бірақ... Аха, алаңдайтын түгі де жоқ деп айттым ғой. Және дұрыс айтыппын. Пинки Пай көріп келдік болжамының рас. Рас болып шығатынын айтқан. Мен бір нәрсеге қуанам. Мен қателеспеппін. Твайлайт. Пинкидің болжамы бүгінге жетер. Мына иіс қайдан шығып жатыр? Бірақ біз өзің көрмеген нәрсеге сенуге болмайтынына көз жеткізді. Олай болса, артында тұрған нәрсеге қара, Твайлайт. Көріп тұрмын, бірақ бұған сенбеймін. Бұл гидра ма? Бәрібір емес пе, қашайық. Пинки, қашайық. Ой, кешірші. Бәрің тауға қарай қашыңдар. Көмектесіңдер. Келе жатырмын, Спайк.
Сен гидраны тышқанға айналдыратын сиқырды білесің бе? Жоқ. Ақ теңге айналдыратын Жоқ. Ешқандай кеміргішке айналдыра алмаймын. Қапат деген ай. Қане, дайындал. Секір. Твайлайт! Ол жақындап қалды. Мен оны алдандыра тұрам. Екеуің қашыңдар. О, Рейнбоу Дэш секілді батыр пони не істер еді? Кет! Твайлайт! Секірмесең болмай, Твайлайт! Секір алмаймын. Секір! Секір алмаймын. Бұл соңғы мүмкіндігім! Тәуекелге бел бууың керек! Ошық! Қолыңнан келеді, не сенгем? Мұның қалай болғанын білмеймін. Сәттілік пе, кездейсоқтық па, әлде басқа нәрсе ме? Бірақ батпақта бір жағдай болатынын айттың. Бұл өте әсерлі болды. Гидраны айтам. Пинки? Мәселе онда емес. Не? Мәселе ештеңеде емес. Не деп тұрсың, Пинки? Мәселе гидрада емес. Мен әлі дірілеп тұрмын. Көрдіңдер ме? Қайтадан басталды. Фрогиботтың батпағындағы оқиға әлі аяқталмағанын сезіп тұрмын. Не? Бірақ мен? Не? Мәселе гидрада емес пе? Біз сонда қашқан жоқпыз ба? Одан өткен қандай сұмдық бар? Білмеймін, алайда тағы бір оқиға болады. Жеңілдім. Нені айтасың, Твайлайт? Шайқасты айтам. Мен енді бұған төзбеймін. Не үшін қалай екенін білмеймін, бірақ Пинкидің болжамдары рас болып шығады. Қалай екенін білмеймін. Алайда дәл келіп жатыр. Мен бір нәрсені түсінбесем, ол өтірік деген сөз емес. Демек, сенесің бе? Я, мен сенем. Осы екен ғой, күткен нәрсе осы. Не? Нені айтасың? Сендің. Мен мұны күтпеген едім. Мә саған, күтпеген жайттардың ішіндегі ең қызығы осы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Жақсы, Спайк келдің бе? Хат жаз. Не деп жазайын, Твайлайт? Құрметті Селестия ханшайым, сізге сүйінші хабарым бар. Спайк, саған мұқият бол демеп пе едім? Білем, бірақ мен... Жақсы. Не боп қалды, Спайк? Қол шатыры бар қалпақ киет деп ойламап пе едің? Шынымды айтсам, ойлаған жоқпын. Пинки Пайдың құйрығы дірілдеп жатыр. Енді не істеуім керек? Сізге бір қуанышты хабар айтайын. Мен бүгін өте маңызды нәрсені түсіндім. Әлемде ғажайып түсіндіруге келмейтін жайттар көп, және бұл оларды шындыққа жанаспайды деуге келмейді. Сіз кез келген нәрсеге сен аласыз. Бип. Бұл жерде түсіндірудің қажеті жоқ. Сіздің адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Әне, тағы басталды. Қызық, бұл жол аспаннан не құлар екен? Кім білсін? Мә саған. Бұл мүмкін емес.
Не үйрендік? Бақылауды, Жақсы. дыбыстауды және емеурінді. Иә, және ең маңыздысы не? Эмоциялар. Дұрыс. Сонымен жанкүйерлердің не істетінін білдің. Сені тыңдап көрейін. Алақай, Той, осындай жанкүйер болмақсың ба? Қаттырақ, алақай, қаттырақ, алақай, қаттырақ! алақай. Қатты айғайладым ба? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Әуезді кемпір қосақ, 16 бөлім. Алақай, ал енді бірінші кезеңге өтеміз. Екінші кезең. жарайсың. Үшінші кезең. Әуезді кемпір қосақ. Қане! Соңғысы. Қыздар, мына кітаптардың бәрін реттесіп жібергендерге рахмет. Демалыс күндері. Ау. Рейнбоу Дэш, сен бәрінен асып түстің, уху. Қалай, қолымнан келе ме? Кешіріңдер, бикештер. Бірақ барынша тырысуға болар еді. Негізі, өте жақсы өнер көрсеттің. Бұлттарды айналдырғаның маған қатты ұнады. Өзімді айтып тұрған жоқпын. Сен айтам, сен жаман жанкүйерсің. Не үшін ренжісіп тұрсыңдар? Біз ренжістік пе? Кешірші. Менімен бірге Клаузделге бара алмайтындарың өкінішті. Сол жерде жас пырақтар жарысы өтеді. Ол не? Ерекше қабілеттерін көрсету үшін ең мықты пырақтар жиналады. Жылдамдық. Әсемдік. Сол жарыста қалай өнер көрсететініңді көргім келеді. Иә, жарысты көре алмайтындарың өкінішті. Флаттершай жақсы құрбы болғанымен жанкүйер болу қолынан келмейді. Мен әуезді кемпір қосақты көргім келеді. Ол өте ғажайып құбылыс. Бірақ мен оны көрген жоқпын ғой. Мейлі, ол әуезді кемпір қосақ қой. Қызықты екені атауынан белгілі. Әуезді кемпір қосақ деген не? Сен жиірек саяхаттауың керек. Сонда әйгілі әуезді кемпір қосақ жайлы білер едің. Рейнбоу Дэш бар жылдамдықпен зулаған кезде, дыбыстар шағылсатта сол сәтте кемпір қосақ пайда болады. Және бұл әдісті тек Рейнбоу Дэш жасай алады. Бұл баяғыда болды ғой. Ол кезде тым кішкентай болып едім. Иә, бірақ бәрібір сол әдісті көрсетесің ғой, иә? Әзілдеп тұрсың ба? Мен бүкіл Клаудсдейлдегі ең қабілетті понимін. Ұйықтап жатып, әуезді кемпір қосақ жасай алам. Мәссаған. Егер олай істей алсаң, алтын алқа алатының сөзсіз. Бас жүлде иесі Уандерболстың жанында бір күн болады. Күні бойы қаһармандармен бірге ұшқым келеді. Армандар орындалады. Алақай. Мен демалуым керек. Білесіңдер ғой, қатты шаршауға болмайды. Ал сен, керісінше, жаттығуларды жалғастыр. Жанкүйер менің жоғарғы дәрежеме сәйкес келуі керек. Бұл әдісті қайта-қайта орындауға тырыстық, бірақ орындай алмады. Оны сергітуге менің қолдауым жетпей тұрған сияқты. Жарайды, қайтадан жинастыруымызға тура келеді. Бастайық. Қане? Не істейін? Біз қанатсыз понимыз. Клаудсдейлге бару үшін сиқырлы сөзді табу керек. Оның қалай күйгелектенгенін көрдің бе? Күйгелектенді деймісің, қателесіп тұрған жоқсың ба? Оның шоу оркестрдікінен де асып түсті. Рейнбоу Дэш сондай. Өтінем. Мен сахнада қобалжымау үшін бірнеше сағат көрсетілімін ұйымдастырдым. Қолымыздан келгенше тырысып, онымен бірге баруымыз керек. Қане?
Мына ретсіз кітаптардың арасынан сиқырлы сөзді қалай табам? Ұшуға көмектесетін сиқыр ма? Қазір 27-ші бет. Оны қайдан білдің? Рейнбоу мені шкафқа лақтырған кезде бетіме құлады. Міне, 3 күн бойы понилердің ұшуына көмектесетін сиқырлы сөз. О, бұл оңай емес сияқты ғой. Қолымнан келе қояр ма екен? Тым құрыса тырысып көрсеңші. Жарайды, бірақ ол үшін біреуіңе сынап көруім керек. Маған сына. Рейнбоу Дэш үшін бәріне дайынмын. Бастадық. Қолымнан келді-ау деймін. Сенімді жүруді үйренуің керек. Флаттершай, қорықпай сөйлей бер. Тоқтай тұр. Бұл не тағы? Бұл біздің ескі досымыз Рейнбоу Краш. Ұшу мектебінен тағы қуып жіберді ме? Ешқандай мектептен қуған жоқ. Мойындасаңшы, Рейнбоу Краш. Ұшу мектебінде ереже көп. Ұйықтайтын уақыт татымас. Сенің ұйқың қанбайды. Одан әуездік кемпір қосақ туралы сұрашы. Мұның бәрі ескі ертегілер ғой. Сенің қолыңнан ештеңе келмейді. Қазір бәрін өз көздеріңмен көресіңдер. Ой, кешіріңдер, мен сенімді жүруді үйреніп жүрмін. Ол әуезді кемпір қосақ жасайды, көресіңдер. Көрсет алмайды. Әуезді кемпір қосақ жоқ. Ендеше Клаудсдейлге келіп өздерің көріңдер. Қолдарың бос болса. Алаңдама. Әрине, біз келеміз. Кездескенше, Рейнбоу Краш. Көрдің бе, мен сенімді сөйледім. Ой, олар дұрыс айтады ғой. Қолымнан ештеңе келмейді. Бірақ Рейнбоу Дэш, жаттығу кезінде 1000 рет жасай алмасаң да, оны алаңда жасауың мүмкін ғой. Сабырсыз, даурыққан, мазасыз жанкүйерлердің алдында. Өзің ойлап қарашы. Енді қайттым. Сәтсіздікке ұшырағанымды бәрі көреді. Wonderbolts мені өз тобына алмайды. Ал Селесте қаншайым мені мәңгі жасыл орманға жібереді. Жеткен жерім осы. Кемпір қосақ? Иә, ол өте сирек жасалатын әдіс деймін. Рерити? Рерити, сен бе? Сен ұшып жүрсің бе? Мен ұшалам. Қанаттарым әдемі, е? Мұны Твайлайт жасады. Қатты риза болып тұрмын. Несіне таңғаласыңдар? Біз сүйікті понимізге қолдау көрсетуіміз керек қой. Біз? Мен бұған сен алмай тұрмын. Неткен ғажап. Қандай керемет. Ұшып келіпсіңдер ғой. Иә? Тоқтаңдар. Мұны қалай істедіңдер? Бұлттарға тек пырақтар ғана жете алады. Тамаша, солай емес пе? Мен уақытша қанат бітіретін сиқырлы сөз таптым. Бірақ ол тым қиын екен. Сондықтан жеңілдеу сиқыр жасадым. Сөйтіп осында келдік. Біз сені қолдау үшін келдік. Шынымды айтсам, алаңдай бастағанмын. Аздап алаңдадым. Бірақ сендерді көргеннен кейін арқамнан ауыр жүк түскендей болды. Ей, жарысқа дейін әлі уақыт бар. Флаттершай екеуміз сендерге Клаудсдейлді көрсетейік. Міне, аспандағы ең әсем қала. Көптеген ұлы пырақтар Клаудсдейлден шыққан. Күте тұрыңдар. Қанаттарың әдемі екен. Рахмет. Қанаттарыңда байлар, Рерити. Олар жұқа өрмекші тормен таңғы шықтан жасалған, тым нәзік. Алаң болма, Твайлайт. Жұрт көзіне түскеннен бүлініп қалады деп ойламаймын. Ақыр осында келдік, ауа райының қалай жасалатын көргім келеді. Табылған ақыл. Қане қыздар, ауа райы фабрикасына барайық. Мұнда қар түйіршіктерін жасайды. Әрбір қар түйіршігі қолдан жасалған. Көріп тұрғандарыңдай, бұл оңай шаруа емес. Мына жерден қар түйіршіктері әдемі көрінеді екен.
Қане тездетейік. Асығуымыз керек. Тездетейік сияқты. Иә, қане тездет. Рерити қыстың шырқын бұзбай тұрғанында бұл жерден кетейік. Мына жерде кемпір қосақ жасалады. Иә, кемпір қосақтың дәмі де жақсы емес. Мәссаған! Мұндай әсем қанаттарды қайдан алдың? Менің де алғым келеді. Иә, себебін түсініп тұрмын. Қараңдар, мұнау Рейнбоу Креш қой. Иә, Рейнбоу Креш. Рерити, олармен неге сөйлесесің? Оларға менің қанатым ұнап қалды, Рейнбоу Дэш. Иә, әуезді кемпір қосақты ұмыт. Өзіңе осындай қанат тауып ал да жайыңа жүр. О, қыздар, бұлттардың қалай жасалатынын көрейікші. Оларды тыңдама. Бұл жарыста сен жеңесің, мен сенімдімін. Бұл мазағың ба? Мен әуезді кемпір қосақты жасай алмаймын. Мына ескі тозғы жеткен қанаттарға қарашы. Жеңілетін болдым. Қандай керемет. Қанатыма таң қалып тұрсыңдар ма? Жарайды, ұялмаңдар. Мені суретке түсірулеріне болады. Рерити, біз Рейнбоу Дэшке қолдау көрсетуіміз керек. Түсіндің бе? Қанаттарыңды түсір, мақтана берме. Мұндай ғажайып нәрсені түсірдеуге қалай аузың барады? Ғажап! Қандай сұлу, қандай әдемі. Рейнбоу Дэш, саған не болды? Түрің бұзылып кетті ғой. Әрине, несіне таңғаласың? Бәрі Реритидің әсем қанаттарына таңғалады да, жарыста менің қалай сәтсіздікке ұшырағанымды көрмей қалады. Ей, маған бір ой келді. Сен жарысқа қатысуың керек. Иә, мен күні бойы саған тамсанып қарар едім. Бұл жерде қанаттарын дәл мен сияқты басқара алатын бірде-бір пони жоқ. Тіпті... Не? Мәссаған! Қандай әдемі? Енді қайттым. Мен енді мүлде жеңе алмайтын болдым. Керемет шоу болады шығар. Алақа, Иә, ерекше тамаша кеш болар. Олар дайындалып жатыр. Қане жүріңдер. Мен сәлден соң шығам. Ханымдар мен мырзалар, өтінем, орындарыңыздан тұрып, біздің сұлу ханшайым Селестияны қарсы алыңыздар. Wonderboltsқа лайықты ең қабілетті пониді таңдайтын әділ қазылар алқасымен таныстырайын. Ал енді, бүгін кімнің бас жүлдемен оралатынын анықтайық. Ең таңдаулы жас бірақ кім болар екен? Сонымен бірінші қатысушы, сенің кезегің. Екінші нөмірлі қатысушы баста. Алға, уақытты қыз. Ол саған айтып тұр. Мәссаған, мен айтыпты ғой. Сонымен төртінші нөмірлі қатысушы алға. Төртінші нөмір менде, бірақ маған тағы 1 минут уақыт керек. Өтіне менің орныма басқа біреуді өткізе салыңызшы. Тыңда, қазір маған кім шықса да бәрібір, бірақ біреу өнер көрсету керек. Мен барам. Не істесем екен? Маған 7-ші номер ұнады. 15 рет айналу оңай емес. Ал маған 10-шы нөмір ұнады, ол өте әдемі. Ал Рейнбоу Дэш пен Рерити неге әлі өнер көрсетпей жатыр? Жарыс аяқталатын болды ғой. 15-ші нөмір алға. Рерити, дайын. Тыңдаңдар, қыздар, сендерге не айтарымды білмеймін, бірақ өнер көрсететін уақыт аз қалды. Екеуіңді ұшамыз десеңдер, бірге өнер көрсетесіңдер. Сонымен Рейнбоу Дэш, ұшамыз ба?
Сонымен соңғы айналым 15-ші нөмірлі қатысушы және 4-ші нөмірлі қатысушы. Рейнбоу Дэш, Рерити, алға! Сәттілік тілеймін, Рейнбоу Дэш. Оларға бар өнеріңді көрсет. Әуенді рұқсатсыз өзгерткеніме ренжімейтін шығарсың. Рок-н-ролл менің қанаттарымен мүлде үйлеспейді. Қане, Рейнбоу Дэш, сенің қолыңнан келеді. Тек ретін ұмытпасаң болғаны. Бірінші кезең. Жарайсың, Рейнбоу Крэш! Енді екінші кезең. Қараңдар, екінші кезең сәтті орындалды. Ал енді ғажайып көрініс. Мен күнге қарай ұшып, әсем қанаттарымен бүкіл Клаудсдейлді нұрға бөлеймін. Олар мұны ешқашан ұмытпайды. Соңғы мүмкіндікті пайдаланып бәрін өзгертуім керек. Үшінші кезең. Әуезді кемпір қосақ. Қане қанаттарым, мен ұятқа қалдырмаңдар. Маған тамсана қара, Эквестрия. Бұл мен, Реритимін. Ғажап! Мүмкін емес, оның қанаттары өртеніп кетті. Шыдар, Рерити! Мен ұшып келем! Көргім келмейді. Әуезді кемпір қосақ пайда болды. Ол дегеніне жетті. Жарайсың. Мәссаған! Мен жасадым! Дұрыс айтасың. Рахмет саған, Рейнбоу Дэш. Сен мені құтқардың. Айтпақшы, ол да бар екен ғой. Бұл ең қуанышты күн. Әлгі әсем қанаттармен шектен тыс мақтанғаным үшін бәріңнен кешірім сұрайым. Оным дұрыс болмаған тәрізді. Біз сені жақсы көреміз. Бәрінен де сен сонша дайындалған жарысқа қатысуға бел буғаным үшін қатты ұялам. Күндердің күнінде мені кешір аласың ба? Ой, ештеңе етпейді. Соңында бәрі ойдағыдай болды. Тек Уандербостармен сөйлесе алмағаным өкінішті. Масаған! Сен бізді құтқарған понисің бе? Сенімен кездесіп алғыс айтқымыз келіп еді. Масаған! Ханшайым. Сәлем, Twilight Sparkle. Және достарыңа да сәлем. Селесия ханшайым, жарыстың шырқын бұзғаным үшін кешіріңіз. Білесіз бе, меніңше бас жүлдеге Рейнбоу Дэш лайық. Мен бәрін білем, қымбаттым. Сондықтан ерен ерлігімен әсем әуезді кемпір қосақты жасаған үшін Эквестрияның таңдаулы жас бірақ атағын биылғы жылдың жеңімпазы Рейнбоу Дэш Бекешке беремін. Сонымен, Twilight Sparkle, бұл хикаядан достық жайлы не білдің? Ханшайым, меніңше, Рерити менен көбірек білетін сияқты. Дұрыс айтады.
Қай кезде болмасын, достарыңа сүйеніш болудың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Керемет. Жарайсың, Рерити. Бұл расымен де ең қуанышты күн. Эй, Рейнбоу Краш! Дэш! Кешір, Рейнбоу Дэш. Біз сені керемет жеңісіңмен құттықтағымыз келеді. Өзді кемпір қосақты керемет жасадың. Рахмет, достар. Сосын, сені мазақтағанымыз үшін кешір. Алаң болмаңдар. Бәрі дұрыс. Бізбен ұшқын келмей ме? Әлгі әдісті қалай жасағаныңды көрсетсең қайтеді? Кешіріңдер, достар. Бірақ басқа жоспарым бар. 16 бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.